Қалайсыңдар? Бүгін 78-ші күн. Айтатын ой өте қарапайым. Біз всегда айтып жүрген нәрсе, бірақ мощный қараңдаршы. Бүгін даже мен жылап жүрдім. Прикиньте, біреудің сторисін көрдім. Машина алған екен, мен қуанғаннан жылап жүрдім. Енді қараңдаршы, бұл жерде не күш болып тұр? Мына нәрседе көрімдік береміз ғой біз, когда бір адам бір нәрсе жасайды, сатып алады, машина сатып алады, біз көрімдік береміз. Көрімдік не үшін дейді, бүйтіп қарасам. Өзі айтып тұр да, көрімдік, яғни сен іштей қуанып тұрсың ғой да, оның жетістігіне да, көрімдік сол үшін беріледі. Сен адам диктеп болады ғой, бір нәрсе жеткеннен кейін, сен көре алмайтын адам болады. Сен көре алуы мүмкінсің. Көре алмау мүмкін. Көре алмаушылық деген нәрсе сенің көрімдігің, сенің көре алмаушылығың жоқ екенін көрсетеді. Сен шынымен қуанышты болсаң, соған көрімдік бересің да. Сен оған шынымен қуаныштысың. Яғни мен көре аламын, мен де сонда дәреже жеткім келеді. Сен маған мотивация бердің. Мен көріп тұрмын, мен көре аламын. Мен көре алмаймын емес, көре алмаушылық емес. Мен көре аламдың символ ретінде көрімдік беріледі. Мен де сондайға жетемін. Мен сені көрімдік не үшін бересің? Сен де сол нәрсеге тез жету үшін. Машина біреу алмасын ойла салоннан. Сен де тез жеткің келсе, сен оған көрімдік бересің. Шынайы қуанасың оған көрімдік бересің. И сол нәрсе сенің мақсатыңа жақындатады. Сол үшін көп айтады ғой, кең болсаң тар болмайсың деген көп әңгімелер бар да. Мен де алдында айтқан «Отдай каплю, стань океаном» деген нәрсе. Соның барлығы сол нәрседе бізде қазақта аты-атымен айтылғанда көрімдік, мен сені көре аламын, мен сендей нәрсеге жете аламын, тезірек жету үшін берем деген сияқты. Сен ризасың оның несіне, қуанышына. Бүгінгі күннің ойы осы, өте қарапайым, но вообще керемет нәрсе. Біреудің шынымен қуаныштыдар ма, көрімдік беріңдер. Ол қуанып қалады, сен оны қуантасың. Сен өзінің ішіндегі көре алмаушылығын, завистің барлығын басады да. Соны басу мақсатында. Вообще шынымен қуанышталсаң көрімдік беру керек қой, былай айтқан кезде. Бүгінгі күннің ойы осы. Өте мощный деп ойлаймын, мощный өте. Сторис қазап, отметсеңдер вообще күшті болады, потому что бұл әңгімелерді көп адам естісе, көп адамға пайдалы болады. Давайте.